Байқоңыр қаласы қазан айының аспаны фильміне арқау болды. Сондай-ақ ол Интерстеллар сынды туындылардың бастауы болуы мүмкін еді. Бірақ енді Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетов деген ғарышкерлеріміз ұшқан Байқоңыр ғарыш айлағымен қоса, қаласы да 2050 жылға дейін Ресейдің жері. Қазір Ресей мемлекетінің тұрғасы? Өйткені сіз Ресей заңдарына бағынасыз ғой, Бұл қалада Ресейдің заңы, валютасы жүреді. Тіпті сол елдің адамдары басшылықта отыр. Жергілікті халықты әлемдегі ең қауіпті гептил жанармаймен улап жатқанын қосыңыз. Ал отандастарымыз Ресейдің азаматтығын айлығы жақсы төлегендіктен алуда. Қаракөз қыздарымыз 9 мамырда соғысты қолдап алаңға шығып жатса, қаракөз ұлдарымыз Украинаға қарсы соғысқа аттанып жатыр. Арендованный город Российской Федерации в Казахстане, космодром Байконур. Киіз үй ішінде киіз үй тігудің салдары осы.